Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қызыл барқыт пирожныйның жасалу жолын ұсынамын. Керек заттарымыздың барлығын өлшеп алдын ала дайындап қоямыз. Сармайымыз және жұмыртқа айранымыздың барлығы бөлме температурасында жылы болып тұруы қажет. Қажетті құрам бөліктердің барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Байқасаңыздар, сармайымыз еріп, бөлме температурасында жұмсарып тұр. Ендігі кезекте айранымызға қызыл бояуымызды қосып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Бөлек ыдысымызға сармайымызды салып, оның үстіне секерімізді қосып, екеуін араластыратын боламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Айранымызды құямыз. Өте қанық, әдемі түс болып шығады. Ұнымызды аз-аздан отырып қосатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аласыздар, және ұнның үстіңгі бөлігіне бір шай қасық қопсытқышымды қосып алдым. Енді екеуін барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Бір рет қалташаға құйып, формамызға жайғастырамыз осылай. Өзіңізге қалаған пішінде құйсаңыздар болады. Орташа көлемде құйып жатырмын, себебі бұл піскен сәтте көтеріліп, көлемі жағынан үлкейетін болады. 150 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Толықтай суытып аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшігіміздің үстіне секерімізді қосып, жұмсартып аламыз, араластырып. Содан кейін ғана барып миксерлейтін боламыз. Секеріміз бен творожный сырымыз жұмсарғаннан кейін үстіне сливке құямыз. Үздіксіз қой малшын крем болғанша араластырамыз. Толық грамдарының барлығын төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей біздің креміміз дайын болып қалды. Өз формасын ұстайтындай болу керек. Айналасының барлығын ортасына жинап, тағы да бір миксерлеп аламын. Содан кейін бір реттік қалташаға құйып, кремімізді жағып шықсақ болады. Насадка номері 331 менде. Ортасына жағып шығатын боламыз кремдерімізді. Көлемі жағынан, пішіні жағынан бірдей етіп алсаңыздар, сіздің пирожныйларыңыз өте әдемі болып көрінеді. Ендігі кезекте үстіне әсемдік үшін осындай етіп кремімді жағып шығатын боламын. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі бұл өте дәмді, бір жасағаннан керемет болып шығатын пирожный. Сізде жасап көріңіздер.